Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына KZ каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін ай астындағы Айбарша сұлу ертегісінің 3-ші бөлімін тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түрейік. Ханның баласы, досы қыран қарақшы бір ауыз сөз айта алмай, шерменде болып қала береді. Келер күні ханның баласы қалай да болса шыдап ұйықтамай, көрер таңды көзімен атқызып, күн шыққан соң Айбаршамен далаға шығады да, жан-жаққа қарап, қыран досын арман қылып ойлап отырған екен. Айбарша сұлу, мен енді сенікі болдым, бірақ бір тілегім бар, соны орындасаң тиемін депті. Ханның баласы, сен мендік болсаң, әуелі перінің кебінін маған бер. Әйтпесе сен адам қалпыңнан өзгеріп, тағы да қашып кетесің. Берген соң, мен сенің тілегіңді орындаймын, депті. Айбарша сұлу қанша жалынса да, ханның баласы көнбей, Айбаршаның киік бейнесін қайталап, шешіп алып, өзіне алады. Сол уақытта досым, рас, сен ханның баласы екенсің деп қыран қарақшы жетіп келіпті. Содан кейін ханның баласы Айбаршаның кебін бойына бекітеді де, Айбаршаның тілегін сұрайды. Айбарша сұлу, осы күн жақта бір шаһар бар. Сол шаһардың патшасы менің үлкен ағам еді. Қап тауындағы дәумер біздің тұқымымызды құртуға қам қылып, менің сол ағамның шаһарын қатырып қойды. Менің әкемнің інісі де пері оқуын оқыған еді. Барлық шамасы келгені осы күнге сол қатып қалған шаһардың маңында сандалып жүр. Ешбір сырын айтпайды. Міне менің тілегім осы, депті. Сонда ханның баласы жауап бермей ойланып отырып қалған екен. Қыран іле-шала жұлып алғандай, мен білемін, оны орындайық, деп ханның ұлының бетіне қарапты. Ханның ұлы, иә орындайық, дейді. Содан былай үшеуі сол Айбаршаның ағасының шаһарына жөнеледі. Бірнеше күн жол жүріп, 6 айда келіп жетеді. Шаһарға келсе, бау-бақшасы, райхан гүлі төсеген сияқты адам есінен танғандай екен. Барлық адамдары тұрған жерлерінде қатып қалыпты. Біреу жүріп бара жатып, біреулері сөйлеп тұрып, тағы басқалары сауда-саттығын істеп жатып, сол қалпында қатып қалған екен. Шаһардың неше түрлі алтын сарайлары да бар екен. Ханның баласы, қыран қарақшы, Айбарша үшеуі таң тамаша қалып аралап жүрсе, сақалы белуарына түскен бір қария, бір сайдан қош келдіңіздер деп шыға келіпті. Қариядан жөн сұрап, үшеу ортаға ала бастайды. Сонда қария, шырақтарым, мен Құддыс хан деген ханның досы едім. Оның туысқанын дәулер қатырып кетті. Мен осылардың шаһарының күзетшісі болып жүрмін. Сендер тегін адамдар емес шығарсыңдар. Қонақ болып жата беріңдер. Мен енді 40 күнде келемін. Оған шейін осы шаһарда болыңыздар. Менің баратын зәру жұмысым бар еді. Жалғыз-ақ анау тұрған алтын сарайды ашпаңдар. Одан басқаларын аралауға болады, депті. Ханның баласы мақұл қария деп шалға рұқсат беріп, өздері сол шаһарда қала береді. Үшеуі шаһардың барлық тамашасын көріп, саяхат құрып бірнеше күн жүргеннен кейін ханның баласы, осы қария бізге бау-бақшаның, хан сарайларының бәрін көруге рұқсат қылды да, анау сарайдың кілтін берместен кете барды. Мұнда не сыр бар екен? Біздің мұны білмей қоюымыз дұрыс емес, деп қыран мен Айбаршаны бастап, бағанағы ашпаңдар деген сарайдың құлпын бұзып, қақпасын ашады. Қақпаны ашса, екі қара арғымақ шынжырлаулы тұр екен. Қабырғалары қабысып, арып, жадап қалған екен. Ханның баласы қыран қарақшыға, тез екеуін де босат,
бұл жануарлардың не жазығы бар деп бұйырғанда Айбарша, ойбай босатпа деп ара түседі. Ханның баласы, ей, әйелдікпен айтасың, малда не жазық бар деп босаттырады. Екі арғымақ босанысымен сілкініп, екі дәу болып көз алдарында ұшып кете беріпті. Үшеуі не қыларын білмей дәулердің артынан қарап, дал болып тұрып қалған екен дейді. Содан кейін баяғы күзетші шал келіпті. Өзгенің бәрін араласаң да осы сарайдың маңына келмеңдер дегенім қайда? Осы шаһарды қатырған осы екі дәу еді. Осы дәулерді қапылыста суға түсіп жүрген жерінен арғымақ бейнесінде түсіріп байлаған мен едім. Сол екі арғымақ аштан бұралып өлгелі тұрған осы шаһардың барлық адамына жан бітетін еді. Енді бұл дәулердің қолға түсетін дауасын мен таба алмаймын дейді. Ханның баласы қатты қайғырып шерменде болып тұрғанда, қыран қарақшы мен Айбарша, дәулердің кеткен жөнін іздейік, бәлкім табармыз дейді. Содан кейін үшеуі сол дәулерді іздеп кеткен жағына қарай жүре береді. Содан бірнеше ай жүріп арып ашып келе жатса, бір-екі аққу саңқылдап ұшып барады екен. Қыран қарақшы зулап екеуінің астында көп уақыт бірге ұшып тұрады. Қыран құстың тілін біледі екен. Тыңдаса екі аққу сөйлесіп бір-біріне айтыпты. Мынау келе жатқан қыран қарақшы ханның баласы мен Айбарша үшеуі шаһарларынан қатырып кеткен дәулерді іздеп келеді. Бұлар осымен жүре берсе, алдындағы дарияның жағасында бір қара апан бар. Сол апанның ішін ақтарса толған балық, ең астында бір қара балық бар. Соны алып ішін жарса, алдындағы дариядағы екі дәудің жанын сақтаған екі алтын сандық су бетіне шығады. Сол екі сандықта екі шабақ бар. Шабақты қысса, екеуі жалынып жетіп келеді. Не айтқандарын істеп береді. Ол дәулерге бір шаһарды екінші жерге көшіру, көзді ашып жұмғанша ғана жұмыс. Егер де шабақты турап өлтірсе, екі дәу де өлер еді, дейді. Содан қыран қарақшы қуанып келіп Айбарша мен ханның ұлына айтып береді. Үшеуі сол бетімен тоқтаусыз жүріп дарияға келген екен. Келіп қарап жүрсе, айтқанындай бір қара апан бар екен. Бетін ашып көрсе, толған балық екен. Бетінен бір-бірлеп алып лақтыра беріпті. Әбден бәрін алып болғанда, ең астында үлкен қара балық шығыпты. Оны алып ішін жарған екен, дарияның беті шымырлай қайнап, екі алтын судың бетіне шығыпты. Сандықты дариядан алып ашып жіберсе, бір ақ бас, бір қара бас шабақ жатыр екен. Балықты алып қысып-қысып қойған екен, теңіздің үстінен бұлт болып көрініп, алдияр, не қылдайсың деп екі дәу жетіп келіпті. Сонда ханның баласы, тез ана шаһардың қатып қалған адамдарын тірілтіп, баяғы қалпына түсір, депті. Екі дәу бұлт боп кетіп, әлгідей уақыт болмай қайтып келіп, тақсыр, айтқаныңыз орындалды, депті. Енді үшеумізді қазір сол шаһарға жеткіз, депті ханның баласы. Көздеріңізді жұм, депті. Үшеуі көзін жұмып қайта ашса, баяғы қатып қалған шаһарды хан сарайының алдында тұр екен. Ханның баласы балықты қысып-қысып қойған екен. Тақсыр, алдияр, не қылдайсыз деп екі дәу шыбын жаны қалмай жалыныпты. Ханның баласы, менің әкемнің шаһары мен Айбаршаның шаһарын сол қалпында тез осы жерге орнат дегенде, бір түннің ішінде орнатыпты. Таңертең ханның баласы далаға шықса, әкесінің және қайын жұртының шаһары түгелмен көшіріліп орнатылған екен. Өлместің әкесі Күлмесханның екі көзі көр болып, көруден қалған екен дейді. Жалғыз баласы өлместен тірідей айырылып, қайғырып жатып қалған екен. Ұлы өлместі көргенде екі көзі шырадай ашылып, өткен қайғыларын ұмытып, жасарған екен. Ханның баласы, қыран қарақшы екеуі әбден тілегін орындаған соң, дәудің жаны екі шабақты турап-турап өлтіргенде, қаны сыртына шығып екі дәу жерге түсіпті.
өлмес қарындасы қаламқасты қыран қарақшыға беріп, әкесі Күлмесханның орнына хан болады. 3 шаһардың ханы өлмес, оның бас уәзірі қыран қарақшы болып, екеуі барша мұратына жеткен екен дейді. Құрметті оқырмандар, осымен ертегіміз тамамдалды. Сіздерге ертегі ұнаса, лайк басып, жақсы пікір қалдырыңыздар. Келесі қызықты ертегіні жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.